Мен өздеріңізбен кішкене бір қуанышым десем де болады, оқырманымның бір жетістігімен бөлісіп қояйын деп отырмын. Осыдан біраз ай алдын бір оқырманым маған сіздің ана туралы видеоңызды көрдім, жаныма қатты батты, бірақ сіз қайдан білесіз кімнің үйінде не жағдай болып жатқанын. Кейбір аналар бар өзінің балаларының қуанышын қызғанатын. Менің де анам дәл сондай, біз әйеліміз екеуміздің қуанышымызды, жетістігімізді көре алмай, бауырларымның барлығын маған қарсы қойып қойған. Ақырында мен ол үйден әйелімді алып бөлініп кетіп қалдым. Өзімнің жалғыз балам бар, бір күні баламды үйге қыдыртып алып барсам, тұрмысқа шыққан қарындасым қыдырып келген екен, балама екінші бұл үйге келме деп ұрсып жіберіпті. Оны естіп, мен келмесем келмейміз деп кетіп қалдым. Бауырларым мені аға деп сыйламаса сыйламай қойсын, тым болмаса жеңгелеріне жеңге деп сыйласа болады ғой. Көрдіңіз ба, осындай бауырларының арасына от салатын аналар бар. Қазір мен қарыздан қарызға кіріп, әбден қиналып біттім. Өзім таксовать етем, бір күн бар, бір күн жоқ. Әйелім де бүгінгі күні қатты өзгерген, оның қалтасына тек ақша салып қою керек, сенің жұмысың бар ма, жоқ па қарамайтын болған. Білмеймін, бұл әрекеттерім дұрыс па, бұрыс па, не істесем болады, шаршап кеттім деп жазған екен. Мен осы жазбаларының бәрін тыңдап шыққаннан кейін, осы қиындықтың барлығынан оп-оңай құтылып, бақытты өмір сүрегіңіз келеді ма деген кезімде, иә деп жауап берді. Онда сіз амалын тауып, қиын болса да ата-анаңызға барып, кешірім сұраңыз деп жазған болатынмын. Кеше қуанышымен былай бөлісіп отыр. Мен өз әрекеттерімнің бәрін дұрыс деп жүрсем, дұрыс емес екен ғой. Мен ата-анама барып, кешірім сұрап, батасын алдым. Бүгінгі күнде бізде барлығы жақсы, керемет, екінші перзентім өмірге келді. Анам біздің қасымызда, сізге рахмет деп жазған екен. Естеріңізде болсын, осындай ата-анасын ренжітіп жүрген жандар, тәкаппарлығыңызды, өзім біле менікі дұрыс деген егаңызды жеңіп, өз қателігіңізді түсініп, ата-аналарыңыз тірі кезде кешірім сұрап, батасын алып, бауырларыңыздың арасын реттеңіздер. Менің әйелім жақсы еді, ол да біреудің қызы ғой, қарындастарым, әпкелерім менің тағдырыма, менің өміріме араласпай, өз өмірлерін жөндеп алсын дейтін жігіттер. Адам болып қалыптасқан жеріңізде адам болып қалуға тырысыңыз. Иә, әйелді қорғаңыз, бірақ шындықтың үстіне шығармаңыз. Өз әулетін, өз тегін таптатқан еркек отағасы болуға қақысы жоқ. Мынау жазып жатқан батыстық бауырым, бұл бауырыма қуанышыңыз ұзағынан болып, бақытты әке, бақытты отбасы болыңыздар деген келеді. Бақытты болыңыздар баршаңыз.